Мен тауып көрейін. Сіздің есіміңізде ә әрпі болса, сіз оны а деп жазасыз, иә. Мысалғы, Нұр Дәулет болса есіміңіз, сіз есіміңізді Нұр Дәулет деп жазасыз. Немесе, жарайды, бұл аз бір кездесетін мәселелер, көп кездесетін мәселелер. Мысалы, сіздің тегіңізде оф, ев деген жұрнақтар бар. Ова, ева. Солай кете береді. Бұл қандай мәселе? Жалпы бұл мәселені көтеру керек пе? Қазақтың төл әріптері өзіне керек пе? Бүгін біз дәл осы туралы сөз қозғайтынбыз. Құрметті достар, бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, бұл видеоны таратыңыздар, бүкіл қазақ халқы бұны біліп жүрсін. Сіздермен бірге қазақ профессорының арнасы бастаймыз. Сонымен камера қозғалып кеттікше, бізде қазір мынандай мәселе бар. Өзіміздің төл әріптерімізді басқаша бір әріптермен жазамыз. Көбінесе бұл ә әрпіне қатысты. Тағы да айтамын. Мысалға менің есімім Нұрдәулет. Нұрдәулет дегенде Нұрдәулет деп жазамыз. Бұны не үшін жазасың десең, өйткені бұл заманауи дейді. Не үшін жазасың десең, бұл документте солай жазылған дейді. Ей, айналайын, документке адам өзінің жаңағындай өзін өзгерте алады. Яғни документтегі есімді өзгерте алады. Мен әбден қазір жасым 17-те, 16 жаста бұл туралы білмедім, сондықтан да менде Нұрдәулет бар, Нұрдәулет деп қалай берді. Енді болашақта өзгерткен кезде өзгерту керек болады міндетті түрде. Және де сонымен қоса басқа мәселелерді алайық. Әлихан деген есім. Әлихан деген есімді өте жиі кездесетін есім, өте керемет есім Әлихан деген. Әлихан деген есімді аламыз да Алихан деп жазамыз. Бұл қазақтың өзінің есімдері, иә. Мысалы, араб тілінен келген есімдер бар, сөздер бар. Қандай? Амина деген есім бар. Күшті есім. Амина деген есімді біз аламыз да Амина деп жазамыз. Және де бұл жерде дұрыс нұсқасы Амина емес, Амина емес, Амина емес. Біріншісі ә кетеді, одан кейін а кетеді. Араб тіліне енген сөздерде дәл осындай реттілік сақталады. Бірінші ә жазылады, одан кейін а болады. Мәдина, одан кейін жай ғана бір сөздерді алсақ, араб тіліне енген, мысалға пәтуа дейді, пәтуа емес, пәтуа. Дәл осындай реттілікпен жазылады. Бұл бірінші мәселе, яғни біз қазір ә деген әріпті алдық та орнын амен ауыстырып жібердік. Бұның бүкілін қазір ең сонда айтамыз. Не үшін бұл мәселені көтеріп жатқанымызды. Екінші мәселе, акцент қойған кезде біз дұрыс қоямыз. Мысалға, әсіресе қыздар қауымынан шығады. Ренжімеңіздер. Айдана деген күшті есім. Айдана деген есімді аламыз да, есімі кім десе Айдана емес, Айдана дейді. Акцентті орыс тілді бағытта қояды. Айдана дейді. Ақгүл деген есімді Ақгүля дейді. Айнұр деген есімді Айнұра дейді. Яғни бұлардың бүкілі өзінің төл есімінің өзінен негізгі шынайы атынан басқа бір ат ойлап тауып отыр. Екінші мәселе кетеді. Үшінші мәселе, бұл жаңаға тегіне қатысты. Яғни біздің қазақта өте керемет тектеріміз бар. Бай, бек дейді. Ұлы, қызы деген күшті тектерімізді алдықта оның орнын, ол енді баяғыдан бері келе жатқан нәрсе. Мысалы, Алихан дегендер, олар да кеңес үкіметінен бар, бірақ олар қазір тәуелсіз Қазақстанда келе жатыр. Ал бұл деген кәдімгідей мына бізге сіңіп кеткен нәрсе. Оф, ев дегендер. Мысалға, Сағымбек емес, Сағымбеков дейді, Сағымбеков дейді, Виш дейді. Сондай бір жалғаулар бар, жұрнақтар бар, бұлардың бүкілін алып тастау керек. Не үшін? Бұның бүкілі қозғалған мәселелердің бүкілі бұл ұлттық код, ұлттық жат. Қашан қазақ өзінің ұлттық кодынан айырылады, қашан өзінің ұлттық тілінен, бұның артында жаңағы есімдердің арттарында ұлттық тіл жатыр. Ұлттық тілдің артында ұлттық намыс жатыр. Қашан ұлттық намыстан айырылған ол тәуелсіздігінен айырылады. Қандай да бір мемлекетке еліктеп, соның аттарына еліктеп солай қарай кете беретін болса, онда сол мемлекетке ешқайда қару-жарақсыз бағынышты болып қалады. Дәл қазіргі біздің жағдайымыз сияқты, өкінішке орай. Тәуелсіздікті алу қиын, бірақ тәуелсіздік сақтау одан да қиын. Осыны ұмытпайық. Міндетті түрде видеоны бөлісіп қояйық. Пайдалы болса лайк басып кетейік, комментарияға өз ойымызды жазып